Жиналыстан кейінгі кездейсоқ үш шенеуніктің әңгімесі. Нүреге, өткенде ана жолға ақшаны бөлдік. Жол не болып отыр енді сол? Жол не болғанда тендерден жолды жәкең ұтып алды ғой, осы кісі айналысып жатыр ғой жолмен, осы кісіден сұраңыз. Жәке, болсын, мен жолды көрдім, ана қалыңдығы 30 сантиметр болу керек еді. Мынандай ақ болып қалыпты ғой. Ол мынандай болып жатыр, негізі бар ғой, сөздің ашығы керек. Мына сіздер мінекей бюджеттен 30 сантиметрге жаңағы асфальттың қалыңдығы бақша бөлдіңіздер, дұрыс па? Дұрыс. Бәріңіз көрдіңіздер. Сосын біз ана кімнің жүкеңнің жаңағы қызын ұзатамыз деп кішкене азайып қалды жаңағы. 10 сантиметрге. 10 сантиметрге подарок бердік. Кейін жаңағы біз ана мұқаңның баласын сүндетке отырғызамыз дедік, тағы да. Оған 5 сантиметрге, дұрыс па? Кейін ана кімнің жағаңның жаңағы женшеміз үйдегі 40-қа толды, соның туған күніне дедік. Қазір осындай мен нормально. Осындай мен болып тұрмыз қазір. Енді ертең әбекең тойын естиміз. Әбекең тойына қамайын деп тұр ғой. Мынау телевидение не болады енді? Телевидение көрсетеді ғой, бүкіл халық көреді мынаны. Сіз уайымдамаңыз, біз телевидениеде жаңа бәрін дұрыстап қойдық. 4 метр жерді арнайы 35 сантиметр қалыңдығын су 4 метр жерге құйып қойдық. Телевидение сол жерде былай өздері көрсетеді. Бопты, әбекең тойын естиміз сонымен. Әбекең тойын енді біз шеше алмаймыз енді. Мынандай асфальтпен қайға барамыз енді? Әбекең тойын мен мойныма алам. Қалай? Кеше тендерден 5 этажды банса ұтып алғам мен. Соның бір этаж әбекең тойына кетсе, 3 этажды банса болады, ничего, нығыз болады, отоплениесі мощный болады.